Сәлеметсіздер, қазақ халқым. Бүгінгі айтылайын деп жатқан мәселе мынау. Біздің мемлекетте қазір қаржы жағы, былай айтсақ, нөлге кеп жатыр. Қазір жай жұмыскерлерге, қоғамдық жұмыскерлерге, жұмыспен қамту арқылы отырған адамдарға қазір бюджеттен төленетін ақша жоқ дейді. Біз қазақ елі ақ көк деп отырғанымызда аузымызды ашып, біз ел болудан құрып кететін шығармыз. Қазір мемлекеттің қаржы қоры мүлдем жоқ. Былай қарап отырсаңыздар, біздің президентіміз өзінің міндеттерін атқара алмай жатыр ма, атқарғызбай жатыр ма, оны да білмейміз. Енді қазір бюджетте ақша жоқ болғаннан кейін мұғалімдеріңіз, мемлекеттік қызметкерлердің бәріне ақша төленбей қалуы да мүмкін болып жатыр. Мынау ақыры дефолт болып кетпесе дұрыс болар еді. Дефолттың арты не болатынын білесіздер. Дефолт болатын болса, біз қазақ елі болудан құраймыз. Онда біздің туымыз да құрайды. Онда біздің ақшамыз да құрайды. Онда біздің қазақ елі дегенімізде мүлдем құрып кетуіміз мүмкін. Мынау деген сұмдық қой. Қазір жан жақтан шетелден неге инвестиция шақырып жатыр? Осыны ойландыңыздар ма? Инвестиция басқа жылдарға қарағанда осы жылы көп шақырылып жатыр. Шекараның бәрін аштырып жатыр. Кім көрінген келіп кіріп жатыр. Қандай мемлекетті көрдіңіздер? Бейберекет басқа елдің азаматтары жайын еркін жүрген адамдарды көрдіңіздер ме? Не қазақ еліміз дегенімізге өзіміздің тіліміз жүрмейді. Заңымыз өзімізге қарама қарсы болып жатыр. Шығарған заңның бәрі халыққа тиімді емес, мемлекеттің өзіне тиімді болып шығып жатыр. Ақша жаңарып жатқанымен оның пайдасы жоқ болып жатыр. Сосын мынау Қытайдағы біз оның экономикасын көтеріп, біз ғана емес пе, бүкіл дүние жүзі ғой енді. Қытайдың қазір юань ақшасы қымбаттайды. Ол қымбаттаса, сіздер ойлаңыздар, бүкіл товар, біз алып отқан тамағымыз, біздің алып отқан киім кешегіміз, бүкіл дүниенің бәрін сол Қытайдан алып отырғаннан кейін, оның бәрі қымбаттайды. Ал енді біздің мемлекетте жай жұмысшыларға ең төменгі жалақы 85 мың теңге дейді. Ал ол 85 мың теңгені 29 жылға дейін өзгермейтіндей қылып жазып қойыпты. Сонда жыл сайынғы қымбатшылық ол 85 мың теңгеге кірмейді екен. Сізде біздің елімізде қанша азық-түлік қымбаттасын, дүние қымбаттасын, ең төменгі жалақымыз сол 85 мың теңгеде 2029 жылға дейін қала береді екен. Бұл сонда не істегені? Бұл халқымызға қарсы жасалып жатқан нәрсе емес пе? Қалай ойлайсыздар? Мен осы қатты толғандырады. Елімізде болып жатқан жағдай өте қиын. Ақшасы барлар адамдар енді біраз уақытқа дейін өз-өздерінің күндерін көре алады. Ал енді бизнесмендердің де күндері жай адамдардың күнделікті сатып алуына байланысты. Ал бизнесмендердің күндері сол Қытайға байланысты, Турцияға байланысты болып тұр. Ал енді ол жақта юань қымбаттайтын болса, ол деген керемет баға ұшады деген сөз. Ол баға ұшқаннан кейін бүкіл нәрсеге себебін тигізеді. Біз білмеймін қандай ел боламыз, не боламыз. Осыны қалай ойланамыз, не істейміз? Қазақтардың 32-ші жылы қырылғаны ойнамай қалады ма деп тұрмын мен қазір.